Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздермен бизнес бастаудың тестін тапсырамыз. Қорытынды тест. Бірінші тест. Бизнестің техникалық-экономикалық негіздемесі үшін кәсіпкерліктің басты құжаттарының бірі. Ол бизнес жоспары. Бизнеске қатысты ол бизнес жоспары болып саналады. Екінші сұрақ. Республикалық маңызы бар қалалардағы мүлікті ішкі бағалау кезінде қаржы институты қандай өтімділік коэффициенті белгілейді? 0,9-ға дейін. Сатушы мен сатып алушы арасындағы байланыс құралы, оны пайдалану барысында қойған назар аудару мақсатында сатылатын тауарлар, қызметтер. Бұл жарнама, яғни сатушы мен сатып алушының арасында болатын байланыс құралы болып табылады. Жарнама деп белгілейміз. Байланыс құралы. Әңгіме мен оқиға аралығында арқылы ақпарат жеткізу мүмкіндік беретін маркетинг әдіс. Негізі сторителлинг сияқты да, бірақ жарнама да болуы мүмкін. Шағын ойланып жатырмын, қайсы болады екен деп. Жарнама деп белгілеп көрейін. Негізі екінші жауап сторителлинг болуы мүмкін. Мемлекеттік тіркеу үшін шаруа қожалығының басшысы салық органына, яғни бұл жерде шаруа қожалығы үшін тіркеу есебіне қойылу өтініші, жер учаскесіне меншік құқығына уақытша пайдалану туралы шарт. Шаруа қожалығының басшысының фотосуреті. Мен өз бәрін билеп болған, просто сіздерге бәрін көрсетейін деп жатырмын. Инвестициялаудың қалай түсіндіріледі дейді. Ол белгілі бір мерзімде капиталды мақсат түрде пайдалану, яғни белгілі бір ақшаны, яғни мақсат түрде пайдалану болып табылады. Кен аудиториямен қарым-қатынас барысында бір сөйлеушімен әртүрлі деңгейдегі ақпарат беру, ол көпшілік алдында сөйлеу. Іскерлік қарым-қатынас бұл әңгімелесушілер мен серіктестер арасындағы өзара әрекеттесу процесі. Мәселе шешу, алмасу процесі, барлық сақтар жауап дұрыс болып. Омарта, осы жерде осы сұрақта менде екі жауап бар. Бөлшек сауда немесе арнайы жәрмеңкелер. Эпизодтық бір ретті микрокредит төлеу барысы тәуекелді көрсету, салықты төлеу. Мақсат тиімді пайдалану, ол манипуляциялық, кәсіпкерлікке табысқа жету жолын басып көптетін негізгі фактор, ол мақсат жетуде табандылықпен немесе табандылықпен тәуекелдік бару дайын. Осы екен біреу пайдалану құқығы, іскерлік келіссөздер бол, іскерлік қарым-қатынас нысаны, тауарлық саудасы, барлық салықтар дұрыс. Болжау менен есептеуге ол форс-мажор, тәуекелдің түрі. Психолог пікірінше кәсіпкерлік қоршаған ортасы кәсіпкерлік әсертеді. Мамандар тобының талдау қызметтік кеңес болады. Логистикалық компания пакетімен жеке тұлғаға жеткізеді. Бұл нарық дейді. B2C дейді. B деген бизнес, E2. Тауар құнының ақшалай көрінісі, бұл бағасы, яғни қанша теңге тұратын бағасы. Жобалық меншік пен қаражат сатылатын заңды жеке тұлғасы, ол инвестор болып саналады. Брокер емес, инвестор деп ойлаймын. Бастапқы жарналық капитал талап етілмейді, ол шағын кәсіпкерлік субъектілері всегда болады. Инвестициялардың басты мақсаты ол ең жоғары болатын пайданы табу. Активті теңгерім топтастырылған ол мүлік және дебиторлық берешек. Бісмиллах деп завершить тесті көрейік. Бұл не үшінші попытка. Екі сұрағым қате екен, оны рет тастау керек. Осылай пройти сертификатам дейсіз, жақсы өткен саналады. Сертификат алу үшін сіз отзыв жасау керексіз. Егер де сұрақтар керек болса, қажет болса, мен осы инстаграм парақшама жазылып, менен сұрасаңыздар болады. Мен сұрақтарыңызға жауап бере аламын, түсінемін. Каналға жазылып, лайк қойсаңыздар